Армысыздар Хақиля бағдарламасының көрермендері. Бізде бүгін ерекше сұхбат. Бізде бүгін қонақта белгілі қоғам қайраткері, саясаткер Тоскөшім ағамыз келіп отыр. Аға, Астана қош келіпсіз әуелі. Рахмет. Енді әуелі сөздің әлқисасы жақында кәні пайғамбар жас дейді, 60 жасқа толуыңызбен құттықтаймыз. Қазақ еліне, қазақ қоғамына қызметіңізді жасауды жалғастырыңыз. Иншаллах беріңіз көп болсын дейміз әлі де. Енді бізбен бүгінгі сұхбатымызды былай тақырыбын бастасақ па деп отырмыз. Ол қазақ және демократия түсінігі. Енді сіз өзіңізде осы түсінікті қазақ қоғамында, қазақ халқының арасында насихаттау, оның негізгі методологиясын, түсінігін жеткізу жолында қызмет атқардыңыз, иә? Енді осыған тоқталсақ әуелі, осы демократия түсінігі қазаққа не үшін керек? Иә? Не үшін керек деген сұрақтың өзі банальды бар, бірақ қандай бізде қазіргі кезде осы демократия түсінігін қалайша қазақ санасына орната аламыз және оның тиімділігі неде? Қазіргі қоғам жағдайында. Енді демократия туралы әртүрлі анықтамалар бар ғой. Соның ішіндегі ең көп қайталайтын анықтаманың біреуі бұл Черчилльдің анықтамасы. Адамзат әртүрлі қоғамды жақсартатын түрлі жүйелер ойлап тапты. Оның біреуі демократия дейді. Бірақ демократияның да өзінің көлеңкелі жақтары, кемшіліктері бар. Бірақ осы уақытқа дейін адамзат одан артық жүйе ойлап тапқан жоқ дейді. Шындығында демократияны ешкім ойлап тапқан жоқ менің ойымша. Бұл өмірдің өзінен шықты да. Кез келген адамзат, кез келген қоғам, кез келген жаңағы ұлт, мемлекет әділетті өмір сүргісі келеді, әділетті қоғам құрғысы келеді. Сол әділетті қоғамның бір жол есебінде, бір тәсіл есебінде осы халықтың билігін қалай жүзеге асырамыз деп демократияны ойлап тапты. Жаңағы әңгімемізге келсек. Бірақ бұл барлық жерде бар. Біреулер батыс демократиясы, біреулер шығыс демократиясы, біреулер көшпенді демократия деген сияқты атауларды айтады. Бірақ демократияның барлығы бір нәрсе. Бұл егер жай қарапайым халық үшін түсінікті болса үшін әділетті қоғам. Бұл әділетті қоғам негізі билікпенен халықтың арасында қандай байланыс болу керек? Билік халыққа қалай тәуелді болады? Халық билікпен қалай жұмыс істей алады? Осының бәрін демократияның нақты институттар арқылы жүзеге асады. Сондықтан кей уақыттарда біреулер ол батыс демократиясы ғой, Қазақстанның қандай қатысы бар? Біздің өзіміздің бұрынғы неміз бар. Қазақта да бұрын демократия болған. Тек біз оны демократия деп атамағанбыз. Қысқасы демократия дегеніміз бұл бір абстракт сөз емес, нақты көзбен көріп, қолмен ұстауға болатындай институттар, құрылымдар. Енді біз бәрін айтып жатпайық, бір 5-6 құрылым халыққа түсінікті болу үшін айтып кетейік. Демократия бұл тәуелсіз баспасөз. Демократия бұл көп партиялық жүйе. Демократия бұл жергілікті өзін-өзі басқару институты. Демократия бұл әділетті демократиялық сайлау жүйесі. Қысқасы осындай институттар бар болса, сол мемлекетте демократияның бар болған. Егер ол институттар болмаса, не болмаса, жартылай болса, әйтпесе аты барда заты жоқ болса, ол уақытта онда елде демократия жоқ. Қанша жерден айтсын, жазып қойсын. Қысқасы сол институттардың жұмыс істеуі саяси аренада, сол елге ғана жаңағы демократияның бар жоғын анықтаймыз. Жақсы, енді қазір кезде сіз осы қазақ халқының саяси сауаттылық деңгейі қандай деп ойлайсыз? Енді саяси сауаттылық болу үшін тағы да біз енді неге цитатыменен бастайық. Томас Джефферсонның, Американың 3-ші президенті, тәуелсіздік декларациясының авторы. Соның бір тамаша сөзі бар. Егер дейді, халық қараңғы күйінде қалса, саяси сауаттылық жөнін айтып тұрда, қараңғы күйінде қала отырып демократиялық қоғам құрам десе, ол еш уақытта болмайтын арманға ұмтылған дейді. Сондықтан егер халық адам құқы деген не, демократияның институттары деген не екенін білмесе, ондай халық демократиялық мемлекет құра алмайды. Сондықтан жаңағы сауаттылық дегеніміз сол өзінің құқын білу, мемлекеттің міндетін білу деген сияқты, демократиялық институттарды білу. Егер ондай нәрсені білмейтін болса, оған сайлаудың да қажеті жоқ. Өйткені олар сайлауға келеді, кімге дауыс беретінін де білмейді, сайлаудың қалай өтетінін де білмейді. Оған жергілікті өзін-өзі басқарудың да қажеті жоқ. Оған біреу жоғарыдан бір әкімді әкеп қойса, әкім басқарады, халық оған араласпайды. Оған еш нәрсенің қажеті жоқ. Сондықтан саяси сауаттылық бұл сол мемлекеттің шындығында да демократияның болуының бірінші шарты болады. Әрбір азамат өзінің оңы мен солын танып, қазақша айтқан уақытта, оңы мен солын танып, ненің жақсы, ненің жаман екенін біле білу керек.
Егер ондай жоқ болса, оны соқыр халық дейді. Олар кім көрінгеннің артынан ереді. Ол қандай басшы болса, сол басшыға қарап, аузын ашып отырады. Ол басшының істегеннің бәрі дұрыс сияқты, оған не былай баға бере алмайды, не сынай алмайды, не қолдай алмайды, шындығын айту керек. Сондықтан саяси сауаттылық демократияның мен ойымша ең бірінші шарты болады. Бәрекелді. Енді осы қазіргі саяси, халықтың саяси білім білігін арттыру үшін көптеген жұмыстар жасалып жатқанды білеміз. Енді соңғы кездегі жаңалықтарымыз жаңа Қазақстан форумы өтті. Батыста Бельгияда өтті, білесіз. Осы форум бойынша қандай нәтижелер, немесе қорытындылар шығарып жұмыстар жасалып жатыр? Енді біз бұл форумның өзінің тууы менің ойымша дәл осындай қоғаммен әрі қарай өмір сүруге болмайды деген жігіттердің басы қосылды. Біздер әрқайсымыз әртүрліміз. Мысалы, Әміржан Қосанов бұрынғы оппозицияда қанша жыл болып келді, партияларды басқарған шығар. Соның қасындағы жаңағы жиналған адамдардың бір тобы бұл ұлтшыл патриоттар. Айдос Сарым, Расул Жұмалы, Дәурен Бабамұрат, мен, біздерден көбінесе ұлтшылдық бағытымыз басым. Қысқасы біздердің басымызды, оның ішінде Әкежан Қажыгелдин де бар, бұрынғы премьер-министріміз. Ол жаңағы не дейміз, сырттай сотталып, қазір Англияда тұрады. Қысқасы біздің ойымыз Қазақстанның қоғамы жаңару керек те. Себебі дәл осылай қала берсек, біз азып бар жатырмыз. Халық қазақша айтқан уақытта азу дейді, деградацияға түсіп бар жатырмыз. Қоғам деградацияға түсіп бар жатыр. Кейбіреулер ойлайды, мына жаңа Қазақстан форумы құрылған уақытта бұл баяғы мынау түрлі партиялар болды, ДВК болды, РНПК болды. Бұлар билікке таласы ма? Жоқ әлде бұлар президентті сыртып тастағысы келе ме деген сияқты сөздер айтады. Әңгіме онда емес сияқты мен ойымша. Президентті алып тастауда мен өз ойымша түкке тұрмайды, саясаткер есебінде. Билікті алуда түкке тұрмайды. Бұл бүгінгі қарапайым бір талаптар сияқты да, ең басты бізді ойландырып жүрген нәрсе қоғамды қалай тірілтеміз, қоғамды қалай оятамыз, қоғамды қалай өзгертеміз. Себебі жалпы қазір біздің қоғамымыз алдында бір үш жол бар сияқты. Не біреу революциялық жол, оны біз Украинадан көреміз, Қырғызстаннан көрдік. Болмай жарылады ақырында халық. Бұл революциялық жолы. Менің өзімде жаңа біздің қасымыздағы жігіттер де осы жиналған бәріміз осы революциялық жолды қолдамаймыз. Әрине. Қан тудырады әр уақытта. Екінші жол бар, бұл қазіргі деградация. Жайлап азу. Әңгіме азу деген уақытта әңгіме билікті біз көп сынай береміз, әңгіме билікті емес, байқап отырсыздар ма? Біздің білім жүйеміз азып кетті. Бізде осы соңғы 30 жылдың ішінде бір жап-жақсы роман, бір әдеби шығармалар пайда болды ма? Жоқ. Жазушылар пайда болды ма? Мысалы 30 жылдығыдай қаптап шықты ғой, Сәбит Мұқанов, Мұхтар Әуезовтер, Сәкендер. Ол жоқ. Неге біз творчестволық жағынан тоқырауда бар? Қысқасы барлық сала, қоғамның барлық саласы бір тоқырауға ұшырап, деградацияға ұшырап бар жатырмыз. Демек қоғамды қалай жақсартамыз деген адамдардың басының қосылғаны. Әңгіме, біз Бельгияға барған уақытта әңгіме біреулер кейде не дейді, жаңағы бізді сынайтындар неге сол шетелге барып ұйымдастырып жатсыңдар дейді. Шындығында біз Европарламентпен кездесу үшін барды ол жаққа. Ол жердегі көтерілген тақырыптың біреуі бұл Қытайдағы қазақтардың жағдайы болды. Біз оны халықаралық деңгейде айтуға жаңағы неттік, не дейміз, мақсат қойдық. Сосын сол жерге барғаннан кейін, жаңағы жігіттер жиналып барғаннан кейін осындай форум аштық. Форум деген бұл жиналыс тек қана. Бұл партия емес, бұл қозғалыс емес, бұл бірлестік емес, бұл әзірше жиналыс, бір топ адам жиналысы. Одан кейін Америка Құрама Штаттарына барып, сол жердегі мемлекеттік департаментпен кездесулер өткіздік. Қысқасы біз осындай топтың құрылып жатқанын халықаралық деңгейде әуелі айттық. Себебі біз өзімізде Қазақстанда жұмысты бастай бастаған уақытта міндетті түрде түсіндік, бізге деген бір мемлекет тарапынан, билік тарапынан қарсы реакция болатын. Сондықтан біз өзімізде әуелі халықаралық деңгейде ашып алдық. Біз осындай жолға түсейін деп отырған адамдардың тобымыз, көзқарасымыз осы, бағытымыз осы деген мәселені. Қазір біздер солтүстіктегі бірнеше облыстарды аралап қайттық. Сол үшін бірден әрине прокуратураға шақырылдық. Біздің айтпаған сөзімізді айттыңдар, істемеген ісімізді істедіңдер деген сияқты. Не дейді, алғашқы ескертулер де беріліп келе жатыр. Бірақ біз өзіміздің жұмысымызды әңгіме тіркелуде де емес шығар. Мен ойымша біз әлі өзіміздің ісімізді жалғастырамыз. Бұның бұрынғы жаңағы демократиялық таңдау, тағы басқа саяси оппозициялық
бағыттағы ұйымдардан айырмашылығы біреу ақ. Бұл жердегі жиналған азаматтардың көпшілігі 80% дейік, бұл ұлтшылдар. Демек біз қазір демократия мен ұлттық мәселені екеуін біріктіріп көтеріп отырмыз. Бұрын тек қана билікті алу мәселесін қойып отырса оппозициялық күштер, қазіргі біздің қойып отырғанымыз тек ол емес. Біздің қойып отырғанымыз қоғамды жаңарту, оның ішінде қазақ қоғамын жаңарту. Жақсы, бәрекелді. Жаңа өзіңіз деградация деп атап өттіңіз. Шынымен қарап отыратын болсақ, баспасөзде де барлық жерде негатив өте көп. Иә? Қайғымен қарай түнеріп отқан бір жаман леп байқалады. Осылардың ішінде адамды серіктетін, алға ұмтылдыратын бір позитив тұстар бар ма қазір қазақ қоғамында? Өзіңіз байқаған. Нені айта аласыз? Қиын екен де, шындығында позитивті іздегің келеді. Болса екен дейсің. Бірақ өкінішке орай қолыңа шырақ жағып көшені аралап кетсең де, бір мынандай деп алдына қоятын жарқыратып позитивті көрмей отырмыз да. Тек қана бір позитив менің өз ойымша, бұл қазақтардың көбейіп келе жатқаны. Кезінде мысалы алғаш тәуелсіздік алған уақытта 40%-дай болсақ, қазір 70%-ның үстіне шықтық. Ал философияның заңы бойынша, диалектика бойынша сан сапаға айналу керек. Егер біз 40% болған уақытта тіліміз үшін, тәуелсіздік үшін күресіп, ұйымдар құрып, халықты көтеріп, осындай деңгейге жеткізіп әйтеуір тәуелсіздігімізді алсақ, енді 70% болған уақытта неге қоғамымызды әділетті қоғамға алып келе алмаймыз? Неліктен ұлттық құндылықтарды қайталап жаңғырта алмаймыз? Неліктен жаңағы өзіміздің баяғы алаштың арыстарының қойған ұрандарын, мақсаттарын жүзеге асырмаймыз деген сияқты ойлар барды. Демек, қазіргі бір үлкен жетістігіміз, әрине бірінші жетістігіміз тәуелсіздік. Онда президент әр уақытта қайталайды, біздің ең басты жетістігіміз тәуелсіздік деп. Екінші жетістігіміз қазақ қауымының көбеюі. Бірақ енді сол қауымның көбейгеннен кейін сапаға айналу жағы өте баяу. Өте баяу. Демек, бұл жағында біздің де саяси қоғамдық бағыттағы жүрген азаматтардың да алдында үлкен міндет тұрды. Себебі неге біз қазақтардың көбейгеніне қуаныштымыз? Әңгіме әрине әртүрлі ұлттан құралады ғой, кез келген мемлекет енді бір ұлттан тұрмайды. Бірақ бұл қазақтың жері, қазақтың елі болғаннан кейін қазақ халқының көбеюі қазақтардың алдына міндет қояды. Неге қоғамымыз әлі күнге дейін дұрысталмай жатыр? Етек жеңіміз әлі жинай алмай жатырмыз. Неліктен бұрынғы советтік идеология, тоталитаризм кезіндегі жүйенің сақталып отыр? Оны сол уақыттағы болған адамдар әлі билікте бар. Бірақ қазір батыс ашылды, біз көреміз, біз салыстыра аламыз. Неге біз дәл сондай демократиялық институттарды құра алмаймыз деген мәселелерді мен ойымша қазақ қоғамының алдына қою керек. Себебі бұл мемлекеттің негізгі өзегі де, тірегі де бұл қазақ. Себебі тәуелсіздік үшін күрескен уақытта өкінішке орай біздің арамызда саусақпен санарлық басқа ұлт өкілдері болды. Демек, түсінуіміз керек те, қазаққа ғана керек осы мемлекет, осы ел, осы жер. Мен енді бәрін жоққа шығармайын, басқа ұлт өкілдері, жолдастарымыз бар шығар, ішінде орысы да бар, басқасы да бар. Бірақ түсінуіміз керек те, негізгі жауапкершілік қазақ қауымында. Сол қауымның көбейіп келе жатқан, мен ойымша, бұл біздің жетістігіміз осы-ақ. Жақсы, жаңа коммунистік идеологиядағы туралы айтып өттіңіз. Енді қазіргі кезде мына бір өте бір қызу талқыланып жатқан тақырыптың бірі мына комсомолдың 100 жылдығы. Парламент деңгейінің өзінде біраз дау бұрын болмаған, негізі таңғалып отырмыз, төбемізден жай түскендей. Дауға ұласып кетті, білесіз. Осыған басқа қандай бір баға бере аласыз? Мен бұны қоғамның бетіне түкіру деп ойлаймын да, шындығында. Түкіргенде де түйеші түкірді, жаңағы ұйымдастырған адамдар. Себебі, бұның себебі менің ойымша біздер сол тоталитаризм жүйесін жасаған, соны ұстап тұрған, соны Қазақстанда дамытқан ұйымдарға, билік жүйесіне баға берген жоқ сияқтымыз. Себебі солар бір күннің ішінде тәуелсіз Қазақстанды басқарып шыға келді. Мен әлесімде бір күннің ішінде газетте жазылды. Ол уақытта ұмытпасам 19 облыс болды. 19 облысты, сол уақыттарда әр облысты басқаратын, сол облыстың коммунистік партияның бірінші секретарлары тұғын. Бір күннің ішінде бәрі әкім болып шыға келді. Болды, тек қана жаңағы сөзді өзгертті. Сол адам қалды, сол ой, сол саяси көзқараспен қалды, сол жүйе. Қысқасы соны біз қайталап көріп отырмыз да. Сол адамдардың әлі күнге дейін бар, ол адамдар әлі күнге дейін тойлап жатқан уақытта әрине оған ашу заң сенің көтеріледі. Себебі
солардың жаңағы істеген қоғамда істеген залалы қазіргі жастар үшін менің ойымша түсініксіз. Олар оны дәл біз сияқты неліктен жаңағы ер тоқымымызды бауырымызға алып туладық қой. Енді бәрімізге өзіңіз көріп отырған. Себебі біз сол жүйені ұстап тұрған топтың біреуі негізгі тобы коммунистер болса, екіншісі комсомолдар. Соның ізбасарлары, інілері дегендей. Бәрі комсомолдан өтіп кейін коммунистік партия болатын тұғын. Ал сол коммунистік партияның жасаған қоғамынан біз 91 жыл зорға деп құтылдық. Біз бірден сен жақсы білуіміз керек та халық. Тәуелсіздік үшін күрес, отар болып келген елде тәуелсіздік үшін күрес екі бағытта жүреді екен. Бірінші елдің тәуелсіздік алуы болса, екінші қоғам әділетті болуы. Өйткені отаршылдық кезіндегі Совет үкіметінің қоғамы әділетсіз қоғам болды. Сондықтан біз осы екі мәселені бірдей көтердік. Әділетті қоғам құру, мына коммунистік идеологиядан құтылу, тоталитаризмнен құтылу, екінші жеке мемлекет болу. Бұл екеуі біте қайнасып кетеді. Кез келген отар ел болған, мейлі Индияны алайық, не басқаны алайық, осы екеуі бірдей болады да. Біз ана қоғамнан кеткен уақытта тек қана жеке мемлекет болып, бұрынғы коммунистік партия сияқты болып қалсақ, ондағы біздің тәуелсіздігіміздің құны бір тиын. Менің ойымша соны жаңағы комсомолдың тойын жасаған адамдар не білмеді, не білгісі келмеді, не болмаса мүмкін әлі күнге дейін өздерін бір қоғамның алдында бір ақталу сияқты да. Біз ешнәрсе жасаған жоқпыз, біздің ешқандай кінәміз жоқ деп. Егер кінәсі жоқ болса, неге комсомолды сақтап қалмады олар? Неге комсомолды қайталап тірілтпейді? Олардың ешқандай кінәсі жоқ болса. Неге өздерінің партияларын өздері жапты, коммунистік партия? Неге комсомолдар құрып кетті? Айтсын олар. Егер кінәміз жоқ, ешнәрсеміз болмайды дейтін болса. Неге онда қоғамның алдында олар сол уақыттарда комсомолмын деп, коммунистпін деп айтуға ұялатындай жағдайға жетті 91-92 жылдары. Қазір қайталап жаңа бастарын көтеріп отыр. Сондықтан менің ойымша бұл жерде сол адамдардың енді ақыл аз десем ұят шығар, өйткені көп адамдар сыйлайтын адамдарым бар, мемлекет қайраткерлері бар. Шындығында да менің ойымша олар қоғамның жаңарғанын көрген жоқ. Олар бұрынғы кеңес үкіметінің кезіндегі психологиямен қалды. Өйткені жаңағылардың жасаған шындығында да біздер үшін сол 90 жылы тәуелсіздік үшін күрескен Совет үкіметінің зұлматын, Совет үкіметінің қазақ халқына, қоғамға жасаған зиян көрген адамдар үшін шындығында да бұл үлкен бір не дейміз, күтпеген жағдай болды да. Бәрекелді. Енді тағы бір сұрақ қойсақ, мынау жаңа өзіңіз айтып өттіңіз, жаңа Қазақстан форумында біз Қытай қазақтар мәселесін көтердік деп. Енді осы соңғы кезде мына Сайыргүл ханымның жаңа ықтиярхат берілді деді, бірақ содан кейін қайтадан бір қайтадан бас көріп жатқан осы проблема. Осының соңы қалай болды? Хабарыңыз бар ма? Бұлайда енді бұнымен айналысып жүрген азаматтың біреуі Абзал Құспан деген адвокат, ол да жаңа Қазақстан форумының мүшесі. Әңгіме бұл жерде мынада шығар. Шындығында да саяси баспана қажет болса, оған міндетті түрде белгілі бір ілік болу керек та, белгілі бір не дейміз, бір шарты бар ғой. Мынандай жағдайда мен Қытайда өмір сүре алмадым, мені мынандай не дейміз, жазалады, үйтті-бүйтті, сондықтан мен саяси баспана сұрап отырмын деген. Менің ойымша қазіргі кездегі біздің мемлекет соны таба алмай отқан сияқты да. Өйткені бұл өзінің отбасымен қосылу үшін ана жақтан қашып келді. Шындығында ол не дейміз, шекараны бұзып өтті. Сол үшін бірақ өзінің жазасын алды. Жаңағы 6 ай шартты түрде жаза берілді оған. Бірақ қалай біз саяси баспана береміз деген сияқты мемлекет, егер ол ана жақта саяси мәселе көтеріп, сол үшін жазаланып, содан қашып келген жоқ ол. Өйткені саяси баспана берудің де өзінің шарты бар, жаңа мен айтқандай. Мен ойымша қазіргі кездегі түсінбестік осында болып отыр да. Ал бұны өзінің отбасымен, баласымен, күйеуіменен қосылу есебінде келді десек, онда мен ойымша саяси баспананы сол мәселе арқылы беруге болатын сияқты. Ошықтырмайды. Себебі Қытай оны жібермей отыр, Қытай жағы. Ал бұл жағында өзі бұл халықаралық заңдарда да бар, семьялардың бірігуі, жаңағы отбасының бірігуі мәселесі. Мен ойымша бірінші орынға соны қойған дұрыс та. Әрине, ол ана жақта саяси қайраткер болған жоқ, саясаткер болған жоқ. Қытайда жүріп бірдеме жасап, қуғындалған жоқ. Түсінікті ол жөнінен. Сондықтан біз саяси баспана бере алмаймыз деп отыр, біздің қазіргі біздің мемлекеттің айтып отырған. Бірақ жаңағы айтқанда екінші жол бар. Өзінің
балалар менен өзінің күйеуіменен қосылу мәселесіне байланысты беруге болады. Жақсы, енді осы 22 қыркүйек күні Біріккен ұлттар ұйымының алдында, Нью-Йорктың бас штабының алдында біраз митинг акциясы болды. Оған мына Қазақстан, Монғолия, ұйғыр диаспорасы, Америкадағы біраз көптеген адам қатысып, мына Қытай билігі азамат құқықты шектеп жатыр деген проблема көтеріп жатыр. Бұл халықаралық ұйымдарды бұны байқап отыр. Тіпті спутниктік камералардан да жаңағы тәрбиелеу лагерьден көбейіп бара жатқаны байқалады. Бұған біз саяси топта қандай пікір білдіре аласыз? Қытай неліктен бұлай жасауға не түрткі болып отыр? Енді бұны біз біраз зерттеп көрдік. Мен Қытайға барып, Қытайдағы жаңағы Орта Азияны зерттеу институтыменен біз байланыстамыз. Біз соған байланысты бір апта сол жерде жатып, осы сұрақтарды біз де бердік. Олардың айтып жатқан қазіргі кездегі не дейміз, бізге түсіндіру, осындай жаңағы саяси лагерлердің әсіресе аз ұлттарды қыспақ қалуының олардың айтып отқан себебі біреу-ақ. Бұл сепаратизм мен экстремизммен күресу туралы мәселені бұлар өте қатаң қойып отырмыз дейді. Біз осыған байланысты біраз заңдарымыз жаңарттық дейді. Сондықтан біз әсіресе жаңағы мұсылман халқы осыған біз қазір өте қатаң қараудамыз. Оны түсінеміз дейді өзімізде. Осыға өте қатаң қарап жатқанымыз түсінеміз деп айтып жатыр. Бірақ енді жаңағыдай үйрету лагерлері тағы басқа мәселе, бұл шындығында адам құқығын бұзатын мәселе. Бұл жазықсыз адамдарды, не дейміз, бостандығынан айыру, жазықсыз адамдарды жазалау сияқты болып келеді. Сондықтан жалғыз Америка емес, менің ойымша дүние жүзіндегі халықаралық ұйымдардың бәрі соңғы уақыттарда Қытайға осыған байланысты өздерінің көзқарастарын ашық білдіріп жатыр. Оның ішінде біздің шырылдауымыздың себебі, оның ішіндегі біздің көптеген бауырларымыздың, қандастарымыздың бар екені. Әрине олар Қытай елінің азаматтары. Біз Қытайдың жаңағы ішкі мәселесіне қол соғып жатқан жоқпыз. Кез келген елде басқа жақтағы өзінің диаспорасына алаңдаушылық білдіреді. Бұл айдан анық мәселе. Сондықтан біз бұл жерде Қытай үкіметінің жасап жатқан мәселесіне байланысты емес, сол жақтағы өзіміздің бауырларымыздың жағдайына байланысты алаңдаушылық. Ал оның жағдайын шығып жатқан себебінің біз заңсыздық екенін айтып жатырмыз бұл жерде. Әрине оған бола Қазақстан мен Қытай үкіметінің арасы ажырап кетпейді, әйтпесе жаңа не дейміз, бір белгілі бір санкциялар бола қоймайтын шығар деп ойлаймын да. Менің өзім ойлаймын, бұны көбінесе сол жердегі жергілікті әсіресе жаңағы Синьцзян ұйғыр республикасының басшыларының бір асыра сілтеушілігі сияқты экстремизмді сылтау қыла отырып, әйтпесе сол жердегі басшылардың үлкен бір қателіктері сияқты. Себебі осы шілде айында Қазақстаннан делегация барды, оның ішінде жаңа Қазақстанның мүшесі Расул Жұмалы болды, саясаттанушы. Бұл жерде мысалы дейді, екеуінің айтқан екі түрлі дейді. Пекинде бізге басқа нәрсе айтады дейді, жоғары деңгейдегі басшылар, ал Үрімшіге келсек, бұл жердегілер мүлдем басқаша көзқарас дейді. Сондықтан менің ойымша көптеген мәселені әлі де осы дипломатиялық жолмен шешуге тырысуымыз керек біздер. Бұл жердегі мәселе және тек қазақтың мәселесі емес. Бұл жерде ұйғырлардың да, қырғыздардың да, моңғолдардың да енді Қытай көптеген жаңағы сан түрлі ұлттардың өкілдері бар ел ғой. Сондықтан бұл жердегі аз ұлттардың құқын халықаралық деңгейде бәріміз қоса көтеруіміз керек. Тек қана біздің қазақтарды бөліп алудың да қажет жоқ. Сондықтан мен кей уақытта ойлаймын да, неліктен осы мәселеге байланысты қырғыздар, өзбектер шырылдамайды. Мен солардың дауыстарын өте аз естимін да. Негізінен шындығында бір кісідей көтерілген біздер. Бұл жерде шындығында да енді сыртқы істер министрлігі тарапынан да біраз жұмыстар жасалғанын айтып кетуіміз керек. Және шынын айту керек, Сайрагүлді Қазақстанда дәл 6 ғана ай беріп қалдырады деп көбіміз ойлаған жоқпыз. Күтпеген жерден болды да. Кейбіреулеріміз солына Қытайға қайталап беремей. Өйткені шындығында да Қытайдың шекарасын бұзып өткені анық, өзі мойындап отыр. Деген мәселеде қорқыныш бізде болды. Сол уақыттардағы мемлекеттің де осындай қадамға барғанына шындығында да мен өз басым риза болдым да, күтпеген жағдай. Прокурордың өзінің жаңағыдай сұрағаны. Бірақ біз бұнымен тоқтап қалмауымыз керек те, себебі бұл мәселенің әлі нүктесі қойылған жоқ. Тек қана халықаралық ұйымдар енді қазір көтерді, Америкалар айтып жатыр деп қалуымыз қалмайды. Біз дипломатиялық жағынан әлі де көптеген жұмыс жасауымыз керек. Жақсы. Енді келесі мынандай бір сұрақ қойсақ, енді білеміз, жақында кезекті президент жолдауын жасады. Бір қызығы, осы жолдауға байланысты нақты қоғам бір комментарийлер нақты берілмеді. Осы жолдауға байланысты қандай өзіңіз баға бере аласыз?
Менің ойымша енді бізге бір жолдау шыққаннан кейін сол жолдауға байланысты әртүрлі пікірлер, бір белгілі бір не дейміз, бір кампания басталып кетеді да осындай. Түсіндірулер, депутаттар шығады халықтың арасына, біз газет оқып білмейтін ақымақ адамдар сияқты. Бұл өзі бір жаман әдетке айналды да осындай мәселе. Менің өзім жолдауды тыңдауға тырыстым, бірақ алғашқы 5 минуттан кейін барып өзге тілде сөйлеуге кіріскеннен кейін шынымды айту керек, қолымды бір-ақ сілтедім. Себебі егер Францияның президенті француз халқына ағылшын тілінде жолдау жасаса, әйтпесе Қытайдың Си Цзиньпині жапон тілінде жолдау жасаса, мен ойымша халықтың тек үлкен қарсылығына ғана тап болады да. Бізде үйреніп кеткенбізде біздің мемлекеттік тіліміз бар. Сондықтан мен бұл жерде әдейі дейміз ба, қырсығу дейміз ба, оны әркім өзінше бағасын бере жатады. Мен ар жағын тыңдамадым, себебі бұл өзіміздің мемлекеттік тілде жасалған жолдау болмады, өкінішке орай. Өкінішке орай. Оны неліктен олай жасаған, енді президенттің өзі білер, мүмкін президентті түсінетін шығар, біздің билік жүйесінің толықтай орыс тілді болып кеткенін. Және ұмытпасам, осыдан бір 5-6 ай бұрын айтқан сөзі бар, президенттің парламентпенен үкімет қазақ тілінде жұмыс істесін деп. Қай елдің президенті сондай айтады? Бұның өзі үлкен масқарашылық жағдайда, ертеңіне сол уақытта мен өзім ойладым енді. Анандай деп президент айтып отыр, біз қанша жыл шулап келе жатырмыз, парламент бірдеңе жаңадан заң қабылдап бірдеме жасай ма депті. Жоқ, құлақтарына қыстырғанда жоқ президент айтқан сөз. Ішінде бір-екеу қазақша сөйлеген шығар, басқасы қайталап сол жолменен қайталап кетті. Сондықтан менің ойымша бүкіл халық боп орыс тілінде жасалған жолдауды менің ойымша қабылдаудың қажеті жоқ сияқты. Жақсы. Енді сіз жаңа өзіңізді бір басына айтып өттіңіз, бір позитив ұялататын нәрсенің бірі халық қазақ саны көбейген дейсіз. Бірақ та қазір қазақтың өзінде енді бір айтпай кетуге болмайды. Мынау бөлініс бар. Орыс тілді дейді, қазақ тілді орта бар дейді. Тіпті элитарлық ортаның өзіне орыс тілді екенін мойындау керек. Иә? Мынау қазақ тілі өзінің бір даму шектері бар, дамып жатқанды жасырын емес. Бірақ қанша дегенмен де осы қазақтың өзі бөлініске әкеліп соқтырмай ма осы? Орыс тілі, қазақ тілі мәселесі. Былайда, орыс тілі бізге өтіп кеткен республикамыз біз. Басқа республикаға қараған уақытта ол мойындауымыз керек, бұл объектив себептердің біреуі. Бірақ менің таңғалатыным сол орыс тілді қазақтар, орыс тілді тәрбиеменен, балдарын орыс тіліне беріп жатқандар, неге бірден айтпайды, біз орыс тілді болып кеттік, біз орыс болып кеткен қазақпыз деп. Сөйтіп қазақтың ішкі мәселесіне араласпай-ақ қойса екен деп. Мысалы, орыстар араласпайды, біздің мысалы қазақтың ішкі мәселесіне. Ішкі мәселе айтып отырғаным, қоғамның мәселесі емес. Бізде солар білдіреді көбінесе. Солар өздерінің пікірін айтады. Солар орыс тілін қолдайды. Солар орыс тілін қолданады. Менің ойымша қазақтардың бұл бөлінуі орыс тілді қазақтың әлі күнге дейін мен қазақпын деуі. Олар айтпайды мен орыспын деп. Енді сен орыстың мәдениетін алдың, орыстың әдебиетін оқисың, балдарыңды орыс мектебіне бересің. Сен енді мен орыспын деп айтасай, бір қазақтың мәселесіне араласпаш деген келеді де кей уақыттарда. Иә, бұлар көп. Бірақ бұлар сол араласқан уақытта және жай араласпайды. Ой, бұл қазақ тілі ғой, шол алысқа барамайтын тіл ғой, отбасы ошаққасының тілі ғой, бұлар мемлекет жаңа дейміз, ғылыми тіл бола алмайды, бұлар жаңа медицинаның тілі бола алмайды деген сияқтысын айтады. Әйтпесе қазақ мектебін нашарлау, орыс мектебінің сапасы жақсы деп тағы бір күңкілдейді. Қысқасы менің ойымша жаңағы айтқан бөліністен, сол бөлінбес үшін жалпы қазақ бөлінбейді. Соның ішінде өзі бөлек болып, өзі орыс болып кеткен қазақтың ішіне кіргеннен кейін барып бөлініс содан басталады. Жалпы әрине қазіргі соңғы уақытта қоғамда қазақтың өзінің ішкі жағынан сан түрлі бөлініске ұшырап келе жатқанымыз айдан анық. Бұның біреуі діни жағынан. Бәріміз мұсылман болғанмен біреуіміз салафитпіз, біреуіміз жаңағы зікіршілеріміз, біреуіміз дәстүрлі дін шығармыз. Керек десе кезде саясат жағынан да бөлінеді екенбіз. Билікті жақтаушылар, оппозицияны жақтаушылар деп қазақтар. Қысқасы бұл бөлініс енді шартты түрдегі бөлініс қой. Менің ойымша қазақ кезінде де өзі бірмен бір көп бөлінісіп, көп айқайласып жүрген халық қой. Бірақ барлық қазақтың басына үлкен ауыртпалық түскенде бәріміз бір жерден табыламыз да. Мысалы жоңғар шапқыншылығы кезінде қалаймыз. Бәріміз бір жерден. Қиыншылық туғанда бәріміз бір жерден. Не екенін қайдам сондай дәл қазіргі кездегі жаңа қоғамдағы бір азу пайда болған уақытта қазақтар бас қосу керек та. Сол уақыттарда біздің өзіміз сондай халықпыз да. Біздің басымызға қашан жаңағы бір тасқа тиген уақыттарда ғана жан-жағымызға қараймыз да, оған дейін
кен қолтық жайлап жүре береміз, бірімізбен біріміз ұстасамыз, бірімізді біріміз жамандаймыз. Айтпесе ең болса қалып барса, ең болса Шыңғысхан қазақ па жоқ әлде қазақ емес пе деп таласамыз. Әйтеуір таласатын нәрсені тауып аламыз. Бұл дұрыс та шығар. Өйткені бұл не дейді, қоғамның ұйықтап бір бағытта жұмыс істей алмайтынымыздың да белгісі болады дос. Иә. Жақсы. Ендеше бір соңғы сұрақ болсын. Және де айтып өттік. Қазіргі кезде жақын 60 жасқа келдіңіз. Енді бұл қазақ ішінде бір меже жасап саналады. Енді осы жасқа дейінгі бір өзіңіз бір ойланып көріңіз, қорытындылап, әлде қандай мақсаттар бар өміріңіз алдында, қойған мақсаттарыңыз болса, жеттіңіздер ме мақсатыңызға? Өзіңіз жеттім деп ойлайсыз ба? Былайда саясаткерлер алдына саяси мақсат қояды. Иә. Кейде біреу жетеді, кейде біреу жетпейді, кейбір мақсатыңа жетесің, кейбір мақсатыңа жетпейсің. Менің өз ойымша 3-4 мақсатқа мен жеттім саясаткер есебінде. 88 жылы алғаш рет мен алдыма қойған мақсатым қазақ тілі мемлекет тілі болса екен деп. Ол уақытта оны ойлаудың өзі, не дейміз, үлкен батырлық тұғын. Жұрт күлді. Біздер 40%, біз басқа ұлт 60%, бәріміз орыс тілі болып кеттік. Қаяқта қазақ тілі мемлекет тілі болмайды деді. Жасадық. Қиналған шығармыз, ұйымдар құрдық, жүрдік, халықты көтердік. Содан кейін мен ойладым да, бұл жеке бір ғана ұлттың мәселесі шешілмейді екен. Егер мынау тоталитарлық жүйе тұрғанда, коммунистік партияның идеологиясы тұрған уақытта деп. Сондықтан біз коммунистік партияның идеологиясын тоқтатамыз деп алғаш рет саяси партия құрдық. 1990 жылы социал-демократиялық партия құрдық, мен соның басшысы болдым. Сонда алдымызға қойғанымыз коммунистік партия жабу керек, коммунистік идеологияны құрту керек. 1,5 жылға жоқ, оны да құрттық. Сол уақытта да бізге күлген адамдар болды. Ұмытпасам, сол уақытта Қазақстанның коммунистік партиясы 172 мың адам болды. Біздің құрған партиямыздың мүшесі 700 адам болды. Бірақ біз жеңдік. Үшінші мақсат қойдық сол уақыттарда тәуелсіздік аламыз деп. Бізге күлді, желтоқсан кезіндегі таяқ жегендеріңді ұмытып қалдыңдар ма деп. Тәуелсіздікті алдық. Бірақ одан кейін мен мысалы, не дейміз, сайлау жүйесін дұрыстайын ба деп мен мақсат қойдым. 6 жылымды бердім. Сайлауды бақылайтын институт орнаттым Қазақстанда, бірақ сайлауды дұрыстай алмадым. Ал негізгі мақсатымыз бұл қазақ мемлекетін құруды. Біз оған жеткен жоқпыз, ашығын айтайық. Тәуелсіздігімізді алдық, бірақ қазақ мемлекеті әлі құрылған жоқ. Қазақ елі әлі болған жоқ. Адам бір жағынан күлкіде шығар. Біз кезінде, кеңес үкіметі кезінде біздер Қазақ Советтік Социалистік Республикасы топ біздің атымыз. Советтік кет, социалистік кет, сонымен Қазақ Республикасы болып қалуымыз керек еді ғой. Жоқ, біз тәуелсіздік алған уақытта Қазақстан деген жаңадан ат ойлап таптық. Еш уақытта біздің ата-бабаларымыз біз Қазақстан деген мемлекет құрсақ деп ойланған жоқ еді. Көз алдыма елестетсем, Сарыарқада қымыз ішіп отырып, біз Қазақстан деген сөзді жоқ уақытта. Біз әр уақытта қазақ мемлекетін құруда, біз әлі соған жете қойған жоқпыз. Демек, кейбір мақсаттар бар жеткен, кейбір мақсатымыз бар жете алмаған. Саясатта ол міндетті түрде болады. Мүмкін біздің сол мақсатымызға біздің балаларымыз, біздің ұрпақтарымыз жететін шығар. Демек, әлі де, не дейміз, саяси күрес, саяси қозғалыс тоқтаған жоқ Қазақстанда. Жақсы, бәркелді ендеше аға, осындай тамаша мәнді сұхбат үшін рахмет айтамыз. Сізге жаңағы табыстар тілейміз, мақсатыңызға жетуге, әлде жаңағы басын айтқанымыздай қазаққа қызмет етуді тоқтатпаңыз. Рахмет. Рахмет.